апа сізді мықты ысқырады деп естідім, егер мені шақырып атса ода тұрған не бар, ысқырып беремін деп айтып отқаныңды құлағыммен естідім, сондықтан апамнан сұрайыншы бір ысқырсын мені. Ал жақсы, той қыласың. Баяғы заманда қазіргідей телефон жоқ. Хат жазамыз. Солай ғой енді хат жазамыз. Жігіттер келіп тұрса, қыздарды үйінен шығара алмайды, то папа тұрса, то иті болады ауланысында. Сондықтан қалай шақырады? Ысқырып шақырады. Сосын көшенің мұн жағына ауылдың, мына ауылға баратын жігіттер бір-біріне ысқырықпен іздейтін еді. Аяда бізде Жетібайда геофизика деген болды, соның клуб жақтағы жігіттер бір-бірін ысқырып шақыратын еді. Екі ортада біз отырамыз, қыздар болып, аналардың ысқырықтарын естиміз да. Енді сен ұстап тұр, мен екі қолын саламын. Айдаспаннан шығарып, еше екі қолды ауылда салып ысқырайын деп жатыр. Енді апамның памяті мықты екен, Жетібайдың тұрғындарын әдемілеп мақтаған, клубтың артында отырып алып, мына ауыл, ана көшенің барлық жігіттерінің ысқыратын свистогын жаттаған апам қазір түрлі жыл ысқырайын деп жатыр. Ал құлақ салыңдар. Бәрекелді. Мына бірінші көшенің жігіттерінің ысқырығы, екінші көше. Бұрында енді